ақын-жазушылар туралы ой-пікірлер сан алуан. Нақты бір теорияға салынып, ақын деген мынау, жазушы деген осы деп айта алмаймыз. Бәлкім ақын-жазушылардың ұлылығы да солда жатса, керексіз сіздердің назарларыңызға ақын-жазушылар туралы айтылған ой-пікірлер. Адам бойында кемеңгерлік, талант болса да, өнердің кемелеуіне тек ұлы еңбекқорлықтың ғана қолы жете алады. Жазушы деген сөз қалаушысы, сөз кестешісі, сөз зергері болғанда жай ғана зергер емес. Сөз арқылы адамның жан дүниесін, сана-сезімін тәрбиелейтін зергер. Сондықтан да ол адамның жанның инженері. Өзгенікі бұған тиме дейміз балаларға, алу үшін, көру үшін ұқсасыра деп үйретеміз балаларға, тәрбиелеп қадағылыққа. Әділдік жолы ол жеке дара, үлгі ол өстем деген әрбір жанға, ар-ұждан жоғары ол біле білсен, ту қылып адалдықты биік ұста. Адалдық үшін арын деме, адалдық ардың ісі. Құлан өз қағына өзі жерамас. Ала жіпті атамағанның абыройы биік. Асылдың бірі адалдық. Арқанда ат қазығына оралар. 100 сом ақшам болғанша 100 жолдасым болсын. Адалдық жүрген жерде адамдық жүреді. Соймасымды соямын сүйгенімнің көңілі үшін. Жолдасқа қиянат еткен оңбас. Жолдасының жоғын қарас, табылса жоғына жақсы, табылмаса көңіліне жақсы. Екі жасты қосқанның сауабы бар, дос арасын ашқанның обалы бар. Жақсы көрер тамырдың атын алма, тайын ал. Жартыны жарып жеген татулықтың белгісі. Ауыз ашса сыр көрінеді, есік ашса төр көрінеді. Адалдық үшін ардың деме, адалдық ардың ісі. Құлан өз қағынан өзі жермес. Ала жіпті атамағанның абыройы биік. Асылдың бірі адалдық. 100 сом ақшам болғанша 100 жолдасым болсын. Адалдық жүрген жерде адамдық жүреді. Соймасымды соямын сүйгенімнің көңілі үшін. Жолдасқа қиянат еткен амбас. Жолдасының жоғын қарас, табылса жоғына жақсы, табылмаса көңіліне жақсы. Екі жасты қосқанның сауабы бар, дос арасын ашқанның обалы бар. Жақсы көрген тамырдың атын алма, тайын ал. Ауыз ашса сыр көрінеді, есік ашса төр көрінеді. Жартыны жарып жеген татулықтың белгісі. Адалдық ардың ісі. Асылдың бірі адалдық. 100 сом ақша болғанша 100 досым болсын. Жартына бөліп жеген татулықты белгісі. Ауыз ашылса сыр көрінеді, есік ашылса төр көрінеді. Ана тілін біліп қой, еркіндігін, теңдігін. Ана тілін біліп қой, мақтанышын, елдігін. Ана тілін арын бұл, ұятын боп түрбетте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Кемежан Ақкөл 4-ші А сынып оқушысы. Денсаулық зор байлық, ас атасынан, судың да сұрауы бар. Жақсыдан ерен, жаманнан жирен. 100 теңген болғанша 100 досың болсын. Ақылы көпті дау алмайды, досы көпті жау алмайды. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы. Өнер алды қызыл тіл. 100 теңген болғанша 100 досың болсын. Тіл мәртебесі, ел мәртебесі. Өз тіліңді құрметте, өзге тілдің бәрін біл. Серпек Баяркеназ, 5-ші бұл класы. Тақпақ жасымда ғылым бар деп ескермедім. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен сан түспеді осыма, қолымды мезгіл кешірмедім. Бұл мақұл қалмағыма кім жазал, қолымды тепстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдіп бердім, қызмет қылсын, жиналсын деп бермедім. Мен Жұмағазы Сәулет, 6-ші В сынып оқушысы. Мен сіздерге Абай Құнанбаевтың «Ғылым таппай мақтанба» деген өлеңін үзінді оқып бергім келеді. Ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрседен асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуімің өмірдің алдыңда, оған қайғы жетсеңіз, 5 асылыс білсеңіз. Валерий Брюсов, язык. Мой верный друг, мой враг коварный, мой царь, мой раб, родной язык.
Мои стихи, как дым алтарный, как вызов яростный мой крик. Ты дал мечте безумные крылья, мечту ты путами обвил. Меня спасал в часы бессилия и сокрушал избытком сил. Как часто в тайне звуках странных и в потаенном смысле слов я обретал напев нежданных, овладевших мною слов. Адалдық арналар ол жайларға, екі ту өзіне бір қалғандарға, адал көбіне таяп қалған кезде адалдық түсінеді адал ғана. Асылдың бірі адалдық. Артында ат қазына оралады. Адалдық. Білесің бе адал не, білесің бе арам не, тартып алсын мал арам, ұрлап жесең нан арам. Адал өзің баққанын, еңбегіңмен тапқанын, ағайынның елдегі ақ ниетпен берген. Абайдың ғылым таппай мақтанба өлеңі. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, босқа ойнап күлгенше, без нәрсеге азық бол, без нәрсеге қашық бол. Адам болам десеңіз, тілеуін өмірін алдында. Оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. Без дұшпаны білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой, без асылыс көнсеңіз. Пайда ойлама арыла, пайда ойлама арыла. Талап қыл артық білуге, артық ғылым кітапта ерінбей оқып көруге. Военный қызмет іздеме, оқалы киім киюге, бос мақтанға салынып, бекер көкірек керуге. Қызмет қылмау оязға, жанбай жанып сүнуге, қалай сабыр қыласың жазықсыз күні сүнуге. Өнерсіздің қылығы, тура сөзін айта алмай, күлт дегенде бата алмай, қорық пенен шіруге. Аз ақшаға жалданып, өнбес іске алданып, жол таба алмай жүруге, алыста болса іздеп тап. Кәрем тойға кіруге, талапты өрге нұр жабар, жүріп өмір сүруге. Шыншылдықпен күресем деп жүргенімде, өкпелетпен қалыппын бұл өмірге. Адал жолмен жүрсе пенде дүниеде, кешпес едік мұнша қасірет ертеректе.